Сәлем достар, бүгін сіздермен қарапайым сорпа дайындайтын боламыз. Бұл сорпа коллагенге бай және де денсаулыққа пайдалы сорпа. Фантазиям бітіп не пісірерімді білмеген кезде осы ленивый сорпа, яғни жалқау сорпаны дайындаймын. Әрине, ең алдымен ыдысымызға салқын су қойып, етімізді салып, қатты отта қайнатып аламыз. Мен үстінен лавр жапырақтарын, қара бұрышты, жержік және де сәбіз бен пияз салдым. Сорпамыз қайнап болғаннан соң, кішкентай елікпен сорпамыздың бетін тазартып аламыз. Енді 1,5 сағат немесе 2 сағаттай жай отта қақпағын жартылай жауып, етіміз піскенше дайындаймыз. 2 сағат өтті, жай отта пісіріп алған сорпамызды қараңыз, қандай тап-таза мөлдіреп тұр, иә? Етімізді шығарып аламыз және сәбізді, пиязды да алып тастаймыз. Енді сорпаға қайта салудың қажеті жоқ, себебі өзінің дәмін және пайдалы заттарын сорпаға берген болатын. Енді тағы да еліктен өткізіп аламын, себебі менің сорпам тап-таза мөлдіреп тұруы қажет. Мен өзім сондай сорпаны жақсы көремін. Ал сіздер әрине өздеріңіздің қалауыңыз бойынша жасайсыздар, сорпаны сүзбей-ақ қоюға да болады. Әрине, қандай сорпа картопсыз болады, иә? Картопымызды ірі қылдырып тураймыз. Содан соң сәбізімізді де ірі қылдырып турап шығамыз. Картоп пен сәбізді сорпаға салып, қақпағын жауып, орташа отта пісіреміз. Осы кезде сорпаның дәмін қараймыз. Тұз қажет болса, тұзды қосамыз, және де қара бұрыш қосуыңызға болады, және өзіңізге ұнайтын әртүрлі дәмдеуіштер қосуыңызға болады. Картопымыздың піскенін бір картопты алып пышақпен тексеріп қараймыз. Піскен жағдайда үстінен макаронымызды қосамыз. Және ескертіп кететінім, мен секілді уақ макарон алған болсаңыз, бұл макарондар 2 немесе 3 есе өседі. Сондықтан мөлшерін қадағалап, көп салудың қажеті жоқ. Енді макаронымыздың қандай уақытта пісетінін қарап, шамамен 10-15 минутта пісуі қажет. Қақпағын жауып, сол уақытты күтеміз. Мінекей, тап-таза мөлдіреген сорпамыз дайын болды. Етімізді турап ішіне қосамыз. Ал енді менің рецептерім ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып отырамыз және каналыма тіркелеміз. Қарағандарыңызға көп рахмет. Әрдайым дәмді тағаммен жақындарыңызды қуантып жүріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.